Сәлем достар, сендермен бірге Аналмай каналы. Достар, бізде бүгін новый видео и новая распаковка. Және де бізде әдеттегідей новый коллекция ням-ням и фу-фу. Яғни ням-ням против фу-фу деген секілді. Және де бұда 6 пакетик, 6 наклейка. Мен бірақ бұл коллекцияны мен бұрында жасамағанмын, кеше ғана жасадым. Ал оның каталогтегі беті ең соңғы десек те болады, соңғы парақтарында. Өткені бұда бізде жидкий пакетик. Біріншісі осындай антистресс пакетик. Мінеки ішінде бисер. Және де осындай пакетиктер, осындай және де еще бисермен. Но бұл пакетиктер сіздерге таныс. Өткені бұл пакетиктер бізде половинка коллекциясында болды, бірақ ол әлі аяқталған жоқ. Бірақ әдемі ашылғандықтан мен оны келесі коллекцияға істей салдым. И бізде осындай бір ғана пакетик антистресс. Осындай вода, ішінде осындай бисерлер де бар, бірақ онша ол анық көрінбейді. Менде блестик жоқ, таусылып қалған, сол себепті осындай қызыл түсті краскамен, бисермен осындай пакетик жасадым. Және де негізі мен 3 пакетик жасағам осындай жидкий пакетиктен, но зорға жасадым, енді еңбегім бағалайсыздар деп ойдамын. Ал біріншісі вообще су төгіліп онша болмады. Ал екінші пакетик бар, бірақ ол бізде осындай просто ужасно кеткен, мінеки өте әдемі. Бірақтан бір жері тесік болғандықтан, полный май болып кетті. Ішінде бізде май, яғни Johnson Baby, и сосын спирт бар, сосын краска. Мінеки осындай өте керемет пакетик болатын. Бірақтан ол осылай құртылды, сол себепті мен оны коллекцияға қосқан жоқпын. Өйткені барлығын бүлдіреді деп. Просто өте керемет. И бұл бізде сумен, яғни кәдімгі простой вода. И көп сөйлей беремін, пакетиктен даяқ бізде 2 коллекция аяқталады бүгінгі видеода. Біріншісі бізде половинка, осындай пакетик, өте шоқтырлақ. Және де коллекция смайлики. И келесі коллекция ол бізде кофе. Так, біз бүгінгі видеода осы пакетиктен дайымыз. И қалғандар осындай пакетиктер қалды. Өткені уже ашылып тұр іші. Және де коллекция, алдыңғы видео новый коллекциясы кубы. Маған өте қатты ұнайды пакетиктері. И біз бүгінгі видеода осы пакетикті ашайық. Мінеки ужасненький. Но бірінші мен көбінесе өзіме қатты ұнамайтын пакетиктерді ашамын. Ал әдемілерін міндетті түрде соңына қалдырам. И коллекция зеленая тема, и красная тема. Бұл коллекция келесі видеода аяқтаймыз. Бүгін 2 коллекция, келесі видеода да тоже 2 коллекция аяқтаймыз. Но коллекциялар өте аз қалды. Зеленая темадан осы пакетик, және де красная темадан осы пакетик аламыз. Және де коллекция Girl Boss. Бұда тек 3 қана пакетик қалды. И біз осы пакетик аламыз. Және де бүгінгі видео новый коллекциясы. Мен әрине бүгін жидкий пакетик таңдамын деп тұрған жоқ. Ертең алармыз бұны. Келесі видеода міндетті түрде алам, өйткені бүкіл коллекцияны құрту мүмкін. Келесі видеоға дейін сақтаймын. И біз бүгінгі видеода еще осындай антистресс. Бұдан қорқудың қажеті жоқ, өйткені ішінде су жоқ. Так, біз бүгінгі видеода ашамыз. Осы пакетикті алайық. Ол да тоже бисермен. И бұл пакетикті қоямыз. Келесі видеода міндетті түрде осыны ашамын. И біз бүгінгі видеода осындай 8 пакетик. Және де менде онша освещение дұрыс болып тұрған жоқ, өйткені менде қазір лампа жоқ. Ал мен күннің жарығымен түсіріп отырмын, ал бізде дала бұлт. Сол себепті онша освещение дұрыс емес, дала бұлтты болғандықтан. И мен бүгінгі видеода пакетиктерді өзім таңдаймын, яғни өзім қалағанмен. И мен бірінші қазір красная тема мен зеленая теманы ашамын. 2 пакетик и Так, біріншісі бізде, давай зеленая теманы ашайық. И біріншісі бізде, зеленая тема, пакетикті ашамыз. Алдыңғы видеода бізде осындай өзге ғаламшарлық, бұл да тоже өзге ғаламшарлық екеу екен. И бізде осындай алмазик түсті. Өте әдемі алмазик. Так, және де мен оны осы жерге жапсыстырам. Наклейкасын ашайық. Және де осы жерге жапсытып, екінші бетті аяқтаймыз. Келесі видеода бұл коллекция аяқталады. Және де красная тема. Алдыңғы видеода бізде галстук түскен болатын. Так, пакетикті ашамыз. Өте керемет. Ал бізде осындай қызыл көйлек. Так, мен оны осы жерге жапсырам. Өткен футболка мен көйлек бір жерге болып қалса, онша әдемі болмайды. Бұл бізде достармен скотчпен жапсырамыз. Тесік болып қалды, давай. Бұлай түзулеп жапсырайық. Келесі видеода бұл коллекцияда аяқталынады. Және де
менің каталогым. Вот. И мен қазір бірінші ашқым келеді. Ну давай половинканы аяқтап тастайық. Так, коллекция половинка. Вот. Біз бүгінгі видеода осыны аяқтаймыз. Алдыңғы видеода бізде осындай картинка түскен болатын. Ну ладно. И бізде вот бір номер 2, яғни екіншісі бірдің. И вот осындай розовый картинка, вот осындай хомячок. И екеуін қосқан кезде бізде жүрек шығады. Вот оранжевый и сорт цветті. Так, пакетикті ашайық. Және де мен қазіргі кезде видеоға тездетіп монтаждағанда тез сөйлейтінге қойып жүрмін. Егер сіздерге ұнатса, міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер. Ал егер ондай не ұнамаса, жазбай қойыңыздар. Ешнәрсе ұнамайды деп жазып кетіңіздер просто. Вот. Так, осы жерге жабыстырайық. Ой, түзулеп. Так. И бізде бүгін концерт. Вот. Мен осы видеоны 5-ші күні түсіріп отырмын. Бірақ 1-ші күні саламын. Вот осындай картинка. Неки. Осындай коллекция дайын болды. Осы жер бір төліп қалды негізі да. Мына жерге украшение бір бәле керек. Және де коллекция, қай коллекцияны ашамын. Новый коллекцияны соңынан ашайық әрине. Ну даже блин, ну давайте губы коллекциясын ашайық. Алдыңғы видео новый коллекция. Ой, жоқ. Ну ладно. Коллекцияны көрсетіп қойдым. Келесі видео новый коллекциясын. Вот. Осындай. Егер көрсеңіздер, комментарий жазып кетіңіздер, қандай коллекция екенін. Пакетик өте керемет ашылды. И бізде вот осындай тағы да ужасный. Ну, бірінші ужасныйлар түсіп жатыр. Вот осындай кубы. Вот. И номер жоқ еді. Осы жерге жабыстыра. Или осылай. Вот осылай жабыстырамыз. Және де бұл бізде проблема. Наклейкасы просто. Неки. И носильчик салып тастаймыз. Және де жабыстырамыз. Вот. Или вот. Неки. И бізде кубы коллекциясы тоже дайын болды. Және де келесі смайлики коллекциясын аяқтайық. Вот. Смайлики коллекциясын аяқтаймыз. Неки. Алдыңғы видеода бізде осындай смайлик түскен болатын. Ой. Ол нөсі түсіп қалды. Ну ладно, осы жерге жабыстырсайық. Или вот. Ну, вроде әдем болды. Әрине өте керемет ашылады. Почти ашылды. И бізде осындай жылап тұрған смайлик. Вот. Ол номер бізде 5. Ол бізде белгілі. Так. Және де кешіңіздер тырнағыма. Мен әлі бояп үлгерген жоқпын. Ну, вообще ерініп жүрмін десем де болады, бірақ келесі видеода точно бояймын. Так. Вот. Осы жерге жабыстырамыз. Или боямауымды мүмкін, білмеймін. Вот. И бізде смайлики коллекциясы аяқталды. Бұл жерде маған ең қатты ұнайтыны вот осы смайлик. Просто сурет ұнайды. Енді келесі бізде 3-ақ пакетик қалыпты. Так, ну давайте вопрос-ответке жауап беріп кетейікші. Видеоның соңына қалмай. Так, вот осы вопросты алайық и вот осыны алайық. Неки. И бізде бүгінгі видеода саған қандай наклейкалар ұнайды? Маған самоклейкамен ұнайды. Болды, самоклейкамен и обложкамен ұнайды. Но пергаментмен вообще ұнамайды маған. Вот. Сенде үй жануары бар ма? Ну, бар. Үй жануарым бар. Ол ит. Мысық емес, только ит. Және де жауап бердік. Және де келесі мен ашамын. Кофе коллекциясын ашамын. Вот. Ой, бірден ашылды. На трубочка сқалып қапты. Алдыңғы видеода бізде осындай кофе түскен болатын. Ал екінші бетке еш нәрсе түскен жоқ. Мен ойлаймын екінші бетке түседі деп. Так, ашамыз. Пакетик вот осылай. Өте керемет ашылады просто. И так, бізде вот осындай кофе. Неки, өте әдемі. Ал номер бізде 8, яғни мен таптым. Вот ең соңғы номер, вот осы жерге жабыстырамыз. Так. Бұл бізде осындай наклейка. Но маған бұндай ұнап қалды. Яғни осындай наклейка. Көп наклейканы осылай жасайын деген үміттемін енді. Жасайтын да шығармын, өйткені скотчты да бір жағынан үнемдейсін. Вот. Және де келесі мен ашамын новый коллекцияны. Или соңынан давайте көріп қосташайық. Вот. Вот так, оның беті. Но қайда? Вот, беті. Алдыңғы видеода бізде осындай Makeup is Art деген картинка түскен болатын. Ашайық пакетикті. Өте әдемі, өте керемет. Итак, вот. Бізде бүгінгі видеода номер 1.
И бұл бізде вот осындай наклейка. ALD, ну білмеймін, осындай сердечкалар бар. Так, номер 1, яғни осы жерге жабыстырамыз. И так, бұл бізде вот осындай конфетканкымен наклейкасы. Так. Ой, блин. Кешіріңіздер, вот. Насечкасын таптық. Вот номер 1. Осы жерге жабыстырамыз. Мінекей. Ну, чуть-чуть қисық болып қалды. Бірақ нормально. Вот түзулеп жабыстырып қойдым. Мінекей. Бұл каталог рахат бізде, но ашылай береді. Вот. Өткен тастай болған соң. И келесі ол бізде новый коллекция. Вот ол біздің каталогымыздың соңғы беті. Мінекей уже аяқталынады. Бұдан кейін ешқандай коллекция жоқ. Вот. И ням-ням фу-фу. Бірақ мына жерлерде өте көп коллекция бар. Просто аттап кеттім. Бұда жеке пакетик болғандықтан. Вот бұл жерге біз кіл ням-ням, яғни тәтті нәрселер. И вот фу-фу. Мінекей. Осындай өте әдемі бет. И вот осындай пакетик. Бұл бізде кәдімгі обычный пакетик, ешқандай перфорациясыз. Вот так, ашамыз. Насечка. Вот бар екен. Мінекей өте керемет ашылды. И бізде бүгінгі видеода вот осындай помидорчик, но көгеріп кеткен, бұзылып кеткен помидор. Вот. Яғни біз оны әрине осы жерге жабыстырамыз. Или осы жерге елейін. Вот осы жерге жабыстырайық. Так, а оның насечкасы бізде. Так, бұл бізде пергамент пен наклейка. Так. Мінекей насечкасын таптық. Өте керемет ашылады бұл пергаментпен. Бұл да тоже конфеттікі. И осы жерге жабыстырамыз. Вот. Ой. Мінекей. Вот. Бізде осындай помидорчик түсті. Мінекей. И бізде распаковка аяқталды. Егер сіздерге осы видеом ұнаса, міндетті түрде лайк басып и комментарий жазып, және де менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Иә, міндетті түрде тіркеліңіздер, өйткені сіздерге оңай, бірақ кнопканы басасыздар. Ал мен үшін ол вообще қуанам, әр подписчик қосылған сайын. Вот. Так что басасыздар деген үміттемін. Всем пока-пока.